Оккультті мистикалық діни ұйымдар. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2008 жылға 22 желтоқсандағы, сондай-ақ 2009 жылға 5 ақпандағы және Астана қаласының мамандандырылған экономикалық сотының 2009 жылға 12 қаңтардағы шешімдерімен Қазақстан халқының денсаулығына зиян келтіру арқылы мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтірген Фархат Абдуллаевтың Алля Аят және Ата жолы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Ата жол қозғалысының әдістері бойынша адамдарды емдеуді насихаттау және тарату жөніндегі қызметтеріне тыйым салынды. Бұл шешімдердің негіздемесі ретінде медицина саласындағы мамандардың қорытындылары болды. Бұл қозғалыстардың қызметі азаматтардың денсаулығын әлеуметтік қорғауға теріс әсер етеді және олардың денсаулығына нақты зиян келтіреді. Бұл заңмен тыйым салынған. Өйткені бұл қызмет мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған. Алля Аят немесе фархатшылар оккультті мистикалық діни ағым болып табылады. Ағымның негізін қалаушы өзін Құдай және жаратушы деп жариялаған Қазақстан Республикасы Алматы облысы Шонжа ауылының тұрғыны Фархат Абдуллаев. Ол қайтыс болғаннан кейін әйелі Нина емдеуді насихаттаумен айналысты. Ағым өкілдері дәстүрлі діндерді мойындамайды. Қозғалыстың жақтаушылары Алля Аят ағымының негізін қалаушысы Фархат Абдуллаевтың тұлғасын дәріптеп, оны Фархат Ата деп атайды. Осылайша фархатшылар қозғалысының идеологиясында Абдуллаевты Құдаймен сәйкестендіру, сондай-ақ оның әйелі Нинаны әулиелер дәрежесіне теңестіру байқалады. Ата жолы Ақ жол ұйымы ретінде өз қызметін 1997 жылдың ақпан айында бастады. Кейіннен Ата жолы деп аталды және 2001 жылы Алматы қаласында коммерциялық ұйым ретінде тіркелді. Ұйымдастырушысы Қыдырәлі Тарыбаев болып табылады. Оның Қазақстан бойынша көптеген шәкірттері бар. Ата жол рухани танымдық журналын, Ата жолы әліппесі кітапшаларын және басқа да баспа басылымдарын шығарады. Бұл ұйым белгілі бір ақыға адамды әулие етуге де уәде береді. Емдеу курсына ата-бабалардың рухтарымен байланысқа түсу үшін Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне, қасиетті жерлерге сапар шегу кіреді. Адамға пайғамбарлық және емдік қасиеттерге ие болды. Адамдарды аурудан емдей алады деп көндіреді. Егер ол әруақтардың шақыруына ермесе, онда оған бақытсыздық түседі.